Қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирге қайтадан оралдық. Біздің қонағымыз Жастар бастамалар дамыту орталығының еріктілер тобының басшысы Ғабит Хафиз келіп отыр. Жалпы осы жылды қандай шарамен бастадыңыздар? Жылдың басындағы шараны мен шыны керек ұмытып қалдым. Өйткені біздің жалпы жастар орталығында күніне 3-4 шара болады. Және де жылдың басында мен ол орталықта қызметте болмағам. Сондықтан есіме түсіре алмай тұрмын. Ал менің есімде қыста бір өте тамаша іс-шара жүргізілген. Қателеспесем жылдың басы қаңтар немесе ақпан айында өте суық күндер болды. Бізде бір апта -40-тан жоғары төмен, яғни өте суық кездері жастар орталығынан бастама шығарды. Көлігі бар азаматтар, көшеде тұрған әйел азаматтарды, әсіресе қыздар қауымын, кішкентай балалармен жүрген аналарды көрсе тоқтап, соларды көлігімен үйіне дейін жеткізген. Сондай акция жарғылап, бірінші күні 60, екінші күні 100-ден астам машина келді, жастар орталығынан старт берілді. Үшінші, төртінші, бесінші күндері, өйткені олар жинап қажет болмады, өйткені барлығы жұмыстардан шыға сала, сол акцияны жалғастыра берді. Солай суық күндер біткенге дейін жалғасқан болатын. Тегін. Бұл Инстаграм парақшасында хабарланды ғой. Добрый Павлодар, мейірімді Павлодар деп аталады. Өзім ол кезде басқа жерде қызметте болдым, бірақ қатысушы ретінде өз көлігіммен барып, сол шараны атқарғам. Өте ерекше. Алғашында бірінші күні әсіресе қиын болды, адамдар аялдамада тұрады, ол мүмкін емес, біз алдайсыз деген сияқты. Қыздар қауымы қорқып отырмайды, көліктің ішіне қарайды. Одан кейін отырып түсіндірген кезде өте сенімділік берді. Екінші күні бізде жол патрульдік полициясы да көмекке келді. Оларды білесіз, халық оларға сенеді, олар халықтың қаһарманы. Олар бізге іске қосылғанда, бізге отыратын адамдар саны мүлдем көбейді. Екінші, үшінші күндері аялдамадағы адамдар сыйғанша отырғызып алып келетінбіз. Сондай өте тамаша іс-шара. Бұл жылдың басында болған іс-шара былтыр. Ал қазіргі кезде жалпы жастарға жұмыс жәрмеңкесі деп айтып жатсыз ғой. Жалпы жастар осы ретте жұмыстарды таба ала ма? Міндетті түрде таба алады, себебі біздің жастар орталығында жастарға қызмет көрсету орталығы деген жеке бөлім бар. Ол бөлімде 5-6 сервис бар. Соның бірі осы жұмысқа тұру, жұмыссыз жастарды жұмыспен қамту сервисі. Яғни бізде жұмыссыздар арналған жұмыстар, вакансия, база вакансия. Яғни үлкен база бар. Сол базадан жаңағы мамандығына сай, өзінің істеген графигіне сай, арнайы уақытына сай өзінің жаңағы белгілерін қояды да, бос жұмыс орындарын іздейді. Сол кезде шығады, одан кейін жұмыс берушімен жаңағы жұмыс деген екі жасты кездестіру арқылы, байланыстыру арқылы қызметке тұрғызады. Ол өте өнімді, қазіргі таңда жаңағы жастардың бір жұмыс тауып алатын орны сол. Кейбіреулері сол жерге жұмыс іздеп кеп, жастар орталығында жұмысқа тұрып, сол жерде қалып қояды. Жалпы өзекті және де өнімді жұмыс сол жерде. Жастар көп бара ма? Жастар көп келеді. Өйткені біріншіден олар жастар орталығының Инстаграмда парақшасында бар, қазіргі заман білесіздер, ақпараттық заман, сондықтан қай жерде қандай жұмыс орны бар, қай жерден іздеуге болады, ол жүйеге қойылған. Бізге келеді, өтініш білдіреді. Сол күні таппаған жағдайда оның барлық ақпаратын өздерінің қолдарына қалдырады. Сосын күніге оны арнайы жаңағы өздерінің фильтрлері бар, соны қойып қойған базадан қарап отырады. Осы жұмыс босаған жағдайда жаңағы кездестіру жасап, немесе телефон алмастыру арқылы оларды жұмысқа тұрғызып жатады. Көбінесе қандай мамандық иелері келеді? Қандай жұмыстар қазір көп? Барлық мамандық иелері келеді. Кейбіреулері мысалы университет бітіріп 3-4 ай қызмет істеген, ол тіл маманы болуы да мүмкін, ол техникалық маманда болуы мүмкін, ол заңгерде болуы мүмкін, әртүрлі келе береді. Жақсы. Осы ретте еріктілер бөлімінің жетекшісі деп таныстырып жатырмыз ғой, жалпы еріктілер бөлімінің жұмыс барысы қалай? Еріктілер бөлімінің жұмыс барысы ойдағыдай жоспар бойынша істелініп жатыр. Жоспар көп. Былтыр 2017 жылы ашылған еріктілер бөлімі алғаш рет біздің жастар орталығында 1,5 жыл жұмыс істеді. Одан бері еріктілер жұмысы жалпы Павлодар облысында жүйелерге қойылды. Себебі бұған дейін өз еркімен істеп жүрген жұмысшы еріктілер тобы болатын. Олар заңды жерде, ешбір жерде бекітілмеген. Олар жай ғана, былайша айтқанда, бастамалары бір, ойлары бір, жастардың тобы ғана болды. Қазір олардың барлығына заңды құжаттарын беріп, заңды атауларын беріп, олар тіркелген,
яғни мемлекеттік емес ұйым, НПО дейміз, үйреніп кеткен тілде. Солармен қазір жұмыс істеп жатырмыз. Олар былайша айтқанда әрқайсысы өзінің бағытында өз жұмыстарын алып жүріп жатыр. Бұдан 1,5-2 жыл бұрынғы жағдайға қарағанда, яғни жүйе қойылған. Қазір әрбір клуб, әрбір сол мекеме, еріктілер мекемесі өз еркімен, өз жұмыстарымен, өз жолдарымен жұмыс жасап жатыр. Әрқайсысы әртүрлі. Естіген боларсыздар, біреу клуб Добряков мысалы, біреу поисковики Павлодар іздеушілер, біреу Вита деп аталады, және де әлеуметтік еріктілер орталығы, санай берсе негізгі 7-8 белсенділерін атап өтуге болады. Барлығы өздерінің жұмыстарын істеп жатыр. Жақсы. Осы ретте бізге қоңырау түскен екен, иә, біз тыңдап тұрмыз, тікелей эфирдесіз. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз? Тыңдап тұрмыз. Жасым қазір 45-ке тақап қалды. Еріктілер туралы айтып жатыр екенсіздер, мен де сол ерікті боламын ба? Айта беріңіз. Тыңдап тұрмыз. Мен сұрағымды айтып отырмын ғой. Мен жасым 40-тан асты. Ерікті болған ба дейді? Енді еріктілер бөліміне мен де кіре аламын ба негізі? Еріктілер бөлімге кіре аламын ба дейді. Жақсы аға, сұрағыңыз түсінікті. Сұрағыңыз түсінікті, иә, жауап берсеңіз. Мен бұл кісіні түсіндім, екі мағынада түсіндім. Бірінші мағынасы еріктілер бөліміне жұмысқа кіре аламын ба дейді. Жасым 40-тан асты. Егер 40-тан асты, жалпы жастар орталығында негізінен мына әкімшілік құрылым санамағанда барлығы 20-дан ары кетсе 23-24 жаста ғана жастар жұмыс істейді. Ол жерге қызметке бару үшін сізге жастар орталығына бару керек болады, бірінші. Екіншіден, егер сіз ерікті ретінде қатарға қабылданғыңыз келсе, қуанағына, себебі бізде заводта істейтін еріктілер бар, бізде басқа да қызмет орында университетте істейтін жасы үлкен еріктілер бар. Ерікті болу ол әркімнің өзінің жүрегінің қалауы, жақсылық жасау әркімнің өз еркінде. Сондықтан еріктілерге келген кезде біз жас жағынан шектеу қойылмаған. Біз әрқайсымызды өзімізді ерікті деп санаймыз. Егер ерікті ретінде келгіңіз келсе, келсеңіз болады. Ал егер қызметке барғыңыз келсе, бұл сұрақты тікелей отырып талқылаған дұрыс. Сондықтан жастар орталығына келіңіз. Жаңағы жастарға қызмет көрсету орталығы бар. 1-01 кабинеті, сол жерге жолықсаңыз, сізге барлық ақпаратты толықтай береді. Жақсы, рахмет. Жалпы еріктілер қандай жұмыстар атқарасыздар? Атқаратын жұмыс көп. Мен айтып кетейін, дәл қазір қандай атқарылып жатқанын. Бізде 3 акция бар. Бұл ашық жүрек, біріншісі, екіншісі күлкі сыйла, подари улыбку. Одан кейін ардагерлерді ардақтайық деп аталады. Бұл әрқайсысы аптасына кем дегенде 1-2 рет атқарылады, кейде 3-4 рет атқарылады. Бұның басты мақсаты әрбір акцияның, мысалы, ардагерлерді ардақтайық алсақ, бұл қаламызда тұратын жаңағы жалғыз басты қарияларға, сосын аздап денсаулық жағдайына байланысты сыртқа шыға алмайтын қарияларға еріктілер тарапынан көмек көрсетіледі. Көмектер әртүрлі, мысалы, аздаған үй шаруалары, жаңағы үйіне көкөніс әкелу, өйткені ол кісілер дүкенге шығып келуге сәл денсаулық жағдайына қиналып жатады. Сондықтан ардагерлерді ардақтайықтың негізгі мақсаты оларға қол ұшын беру. Біріншіден, қаламыз біздің мейірімді, қалада мейір адамдар көп. Соны біле тұра біз үлкендерге көмек бермеуге былайша айтқанда құқығымыз жоқ, ол біздің менталитетімізде жоқ. Сондықтан оларға көмектесеміз. Олар біздің жастар орталығының телефон нөмірін біліп алған. Хабарласып отырады. Кейбір апайларды біз мысалы атынан білеміз, адресін айтса да білеміз. Бізге хабарласып, осындай көмек керек еді. Ол кісі алдын ала айтып қояды. Біз күннің барысында қай кезде ыңғайлы, сол кезде жастарды, волонтерлерді, еріктілерді жібереміз, немесе өзіміз кейде барып келіп жатамыз. Ал күлкі сыйла деген деп қой. Күлкі сыйла бұл мысалы қоғамымызда жалпы еріктілердің жұмыс бағыты әлеуметтік бағыт. Саясат емес, мысалы жастар саясатының ішінде бір ерекше бағыт бар. Бұл барлық жастар категориясының ішінде әлеуметтік топтар бар, яғни жалғызбасты аналар деген бар, қарияларымыз бар, сосын мысалы жетім балалар бар. Соның ішінде күлкі сыйла деген бұл қоғамнан сәл оқшауланып қалған, бір депрессиялық жағдайға түсіп қалған, аздап өмірден қиыншылық көріп, бір қоғамнан оқшауланып қалған жастар болса, солармен жұмыс жасаймыз. Одан кейін өзінің аздаған проблемасы бар адамдар болса, солармен жұмыс жасаймыз. Бастысы оларға қоғам тарапынан көңіл бөлу арқылы
үлкен мотивация береміз. Жаңағы өйткені қоғамның бөлшегі екенін адам сезінсе, оған жұмыс істеу, оған ары қарай қозғалу, өмір сүру сәл жеңілдеу болады. Сондықтан осыны Павлодар тұрғындарының тарапынан, Павлодардың еріктілер тарапынан осыны біз білдіруге тырысамыз. Күлкі сыйла деген негізгі астарлы мағынасы сол. Оған қуаныш әкелу, одан кейін ары қарай өмір сүруге деген құлшынысын көбейту, оған көмектесу. Тағы бір шара болды. Енді бір шара бұл ашық жүрек деп аталады. Раскрой свое сердце. Бұның ерекшелігі негізінен жаңағы аналар қауымына, біздің Павлодар қаласында аналар үйі бар. Бұл жерде бір жағдайлармен өмірлік қиындықтарға тап болған, материалдық жағдайына байланысты, мысалы, сондай жағдайға түскен жас аналарға көмектесетін үй бар. Сонда тұрады, кішкентай сәби өскенге дейін сол жерде тұрады, кейін жұмысқа тұрып, өзінің жағдайы келген кезде сол үйден шығып кетеді. Негізі сол үйге бару арқылы туындаған ашық жүрек деген жаңағы күлкі сыйла екеуінің форматы өте жақын. Бірақ ашық жүректе көбінесе аналармен жұмыс жасаймыз. Өйткені мысалы біздің менталитетте, қайтадан айту керек, біздің қоғамда аздаған жаңағы жалғыз басты аналарға деген қате пікірлер болады, негативті сөздер болады. Мысалы некесіз бала туған жағдайда. Бірақ ол бір өмірдің бір жағдайы, сондықтан оларды біз шеттетпейміз. Оларды да қоғамның бір бөлігі ретінде қабылдап, моральдық тұрғыдан өте үлкен сондай қолдау жасаймыз. Мысалы қаламызға шетелден немесе басқа республикалық деңгейде танымал адам келсе, сол кісіге ұсыныс жасап, жаңағы аналармен кездесу жасаймыз. Яғни кез келген адам басында проблема болуы мүмкін, бірақ оны әркімнің өзін шешетін қауқары бар. Сондықтан осы проблема өткінші деген сияқты сол мезетте көмектесіп, моральдық тұрғыдан қолдау жасаймыз. Керемет. Жалпы Ғабит, сіздер еріктілер жұмы ретінде әртүрлі жұмыстар атқарасыздар, ерекше шараларға тоқталып өтіңізші. Ерекше шаралар бізде негізі көп орталықта. Бұның форматтарына енді сол салада істегендіктен біз бөліп айтамыз. Формат ол бірінші жастар орталығының ішінде өтетін шара, және де сыртында өтетін шара. Ішінде өтетін шара бұрыннан келе жатқан шара бар. Орталықтағы түн. Ночь в центре деп аталады. Бұл жерге жаңағы оқу уақытынан тыс, кешкі уақытта бос студенттер келеді. Бізде түрлі ойындар бар, шығармашылық жастар бар, барлығы бірігіп, кешкі сағат 6-тан түнгі 12-ге дейін, 10-ға дейін отырып жатады. Әрине ол кәмелеттік жасқа толған жастар, көшеде жүруге құқықтары бар. Олар отырады, өздерінің қалаған әндерін айтып, немесе жаңағы қалаған ойындарын ойнап, кешті жалғастырады. Бұл жасап отырған себебіміз жастар көшеде қыдырып, пайдасыз дүниелермен айналыспау керек. Жастар жұмысшыл болу керек, бірлесу керек. Жалпы Павлодардың жастары, негізгі белсенді жастар бір-бірін тану керек, сондықтан соларға біріктіру үшін сол жерге жасалған орын. Бұл бір шара, қызықты шара деп санаймыз. Екінші шара жазғы уақытта өтті, рухани кемп деп аталады. Бұл жастар құрылтайы. Жаңағы рухани жаңғыру бағдарламасына негізі жаңағы өте келеді, себебі ол жердегі шараның өту барысы, іс-шарадағы бөлімдер, атаулары барлығы ескіше болды. Мысалы, біз оны форум емес, құрылтай деп атадық, жастар құрылтайы. Және де ол жерде болған 3 топ, бірінші, екінші, үшінші топ, немесе ақ, қызыл, жасылдар топ емес, Ақорда, Көкорда, Алтынорда деген атпен болды. Әрқайсының құрылу тарихын келген қатысушы білді. Не себепті солай аталды, қандай хандар болды, негізгі идеясы бұл жастар егер тарихын білсе, өзінің шыққан тегін білсе, ол алдағы уақыттағы әрі қарай дамуға деген былайша айтқанда үлкен форма, үлкен фундамент. Сондықтан негізгі идея солай болып барынған. Одан бөлек жаңағы 3 орда 6 күн рухани кемп өтті. 6 күнде 6 түрлі сайысқа барды, жаңағы Баянауыл жерінде болған. Сол жақтағы барлық рухани сондай маңызды орындарды, жаңағы қасиетті жерлердің барлығына барды, көрді. Кейбіреулері шетелдерден болды, өйткені ол халықаралық деңгейдегі құрылтай болған. Жақын Ресейден болды, Моңғолиядан болды, Қырғызстаннан болды. Оны нақты білмеймін, Қырғызстаннан болды ма, себебі бұл басқа бөлім жасаған. Бірақ ол біздің орталық жасағандықтан ақпарат біліп отырмын.
халықаралық деңгейде болды, өте тамаша өтті. 6 күннен кейін балалар келді. Мысалы, біздің тарихымызды білмеген болса жастар, олар соны біліп келді. Бұл бір қызық шара. Екінші, қаламызға жаңа шара енгіздік. Бұл біздің идея, еріктілер орталығының жаңағы ерекше шаралық сондай. Ол жерде арбуз жейміз біз. Қарбыз жейсіздер. Қарбыз жейміз, Қарбыз фест деп аталады. Бұрын қаламызда аздаған мекемелерде кішкентай өзара шағын ұжымдарда, коллективтерде өткізілген, бірақ қалалық деңгейде үлкен барлық адамдардың ортасында өткізілмеген. Бірінші мақсат бұл халыққа бір көңіл сыйлайтын, сондай бір ашық мереке болу керек. Мысалы, шетелдерде фестиваль красок деген бар, мысалы. Бізде де бар Хэллоуин деген бар, мысалы. Біздің менталитетімізге Хэллоуин келмегендіктен біз сол жерде осындай бір шара таптық. Себебі біздің Павлодарда, нақты айтқанда Аққулы мекенде қарбыз өсіріледі, ол республика бойынша бренд болып табылады. Не себепті осыны қолдан басқа деген идея келді. Қарбыз жеуді барлығы жақсы көреді. Біз ұйымдастырдық бұны еріктілердің көмегімен. Ол жерге арбузды берген адам да ерікті адам. Ерікті түрде ешқандай өнім сұрамай берді. Біз ол кісінің атын айттық. Уәлиханов бір деген шаруа қожалығы Аққулы ауданында Шарбақты жерінде өзінің қарбыз өсіретін жеке жері бар. Сол кісінің қарбыздарын әкелдік, қалада сайыс өтті. Сайыс бізде адам көп жүретін жер Батырмол сауда үйінің алдында өтті. Жұмыс күні түскі сағат, ол кезде күн суып кетпей тұрып, температура минусқа кетпей тұрып, ертерек жасадық. Сол кезде қарбыздың дәл піскен кезі болды, сезон. Сондықтан бардық, музыка қостық, хабарландыру бердік, анонс жасадық. Бір сағаттан кейін осындай шара басталды деп. Халық келді, жиналды, күттік. Қателеспесем, сол кезде тікелей эфир болды бізде хабар арнасымен. Өте қызықты шара болды, өйткені ол жерде жаңағы бізде 15 килограммдық қарбыз болды. Соны ең көп рет көтерген адам алады деген ереже болды. Бұл бір сайыс көтерді, алып кетті. Одан кейін 8 килограммдық қарбыз қыздар арасында, нәзік жандар арасында сайыс болды. Көтерді, 90-нан астам көтерді, 94 рет қателеспесем, сол арбузды алып кетті. Одан кейін жаңағы арбузды кесіп аламыз, уақытқа жылдам жеу сайысы болды. Жалпы дәл осы сайысқа жеу бойынша 40 адам қатысты. Одан кейін тағы да 7 бала қатысты. Әр қайсысы жеңімпазға, жақсы нәтиже көрсеткен қатысушыларға біз символично дейді ғой. Шараның негізгі атау қарбыз фест болғандықтан сыйлыққа қарбыз бердік. Барлығы келді, суретке түстік, кейін біраз уақыт айтты бұл шараның себебі қаламызда ондай өтпеген. Енді алдағы уақытта, келесі жылдары жоспарда өте үлкен деңгейде өткізу керек, себебі біз мақтан аламыз. Қарбыз біздің Павлодардың қарбызы, республикада бренд, оны жақын Ресейге, Новосибирск, Омск аумақтарына біз экспортқа да шығарамыз. Сондықтан көрсету керек, білдіру керек, халыққа жеткізу керек. Келесі жылы енді үлкен көрме сияқты жасаймыз, себебі Павлодар қаласында қарбыздың 90-нан астам сорты түрі өсіріледі екен. Мен өз білгенімде 5-6 сорты болған, кейін зерттей келе шараны өткізу барысында білдім, 90-нан астам сорты бар екен. Ол мақтанарлық жағдай, бренд, сондықтан келесі жыл көрерміз оны. Жақсы, енді біздің уақыт шектеулі ғой, қысқа нұсқа айтып өтсеңіз, жалпы еріктілердің құрамында қанша адам бар шамамен? Еріктілердің құрамында базаға тіркелген 2017 жылдың басында соңына дейін 5000-нан астам волонтер еріктілер тіркелген. Қазіргі таңда екінші жылы жаңа оқу орындарына студенттер келді. Олардың өзіне мысалы 300-400 биыл қосылып жатыр осы қыркүйектің барысында. Яғни волонтерлердің саны күн сайын өсіп келе жатыр. Негізгі жұмыс жасайтын волонтерлер ол 150-дің маңайында. Тікелей жұмыс жасаймыз. Хабарласып, WhatsApp желісінде өзіміздің тобымыз бар, сол жерге хабарландыру беріледі. Жалпы базада осынша жаңағы айтып өткен 5000-нан астам волонтерлер бар. Олар барлығы кейбірі үнемі келмесе де, үлкен іс-шара болған кезде, мысалы, ұлы дала елі мысалы ретінде алайық, сондай шараларда келіп қатысып тұрады. Ал жаңағы негізгі жұмыс жасайтын тобымыз 150, олар кез келген іс-шарамызда біздің ылғи да бар.
қатысып жүреді. Жақсы Ғабит, уақыт бөліп бізге келгеніңізге көптен көп рахмет. Біраз пайдалы ақпараттарды білдік деп ойлаймыз. Жұмысыңызға жеміс тілейміз. Әрдайым осылай халықтың батасын алып жүре беріңіздер. Сіздерге рахмет.